Ақжігіт Қорамсаұлы ақын, әнші, композитор. Ақжігіт 1843 жылы бұрынғы Көкшетау, қазіргі Ақмола облысындағы үлкен Қоскөлдің маңында туған. Шыққан тегі Арғын ішіндегі Қарауыл руы. Әкесі Қорамса, шешесі жаңыл қарапайым шаруа адамдары. Алғашқыда ауыл молдасынан сауат ашып, содан кейін Қызылжардағы уәли медресесінде оқыды. Білімін шыңдаған Ақжігіт ауылына қайта оралып, өнер жолына бір жола өмірін арнады. Халық Ақжігіттің бойындағы қайталанбас биік өнерді жоғары бағалап, ақан сері деп атады. Ақан сері Жұман қызы Бәтимамен отасып, одан туған жалғыз ұлы Ыбырайым тілсіз мылқау болған. Бәтима өлген соң Үрқия атты қызға үйленіп, онымен ұзақ отаспады. Ақанның «Хат жаздым, қағаз алып, қалам сият» деп басталатын өлеңі осы Үрқияға арналған. Ақынның ғашығы Ақтоты сұлу. Ақтотымен отасу Ақанның орындалмаған арманы. Ақанның «Ақ көйлек, аужар, алтыбасар, ғашық жарға, тағрипам» деп аталатын терең сырлы, ғажайып сезімге толы әндері осы Ақтотыға арналады. Сал серлік дәстүрді барынша сән салтанатымен ұстанып, жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазыны жан серігі етті. Мұндай өмір салты оның әншілік ақындық шабытына тұғыр болып, құлагер, маңмаңгер, көкжендет, алай көк сияқты тамаша әндердің дүниеге келуіне себепші болды. Сондай-ақ Көкшетау, Сырымбет, Кербез сұлу деп аталатын әндері туған жерге, өскен елге деген перзенттік махаббаттың жарқын айғағы. Ақан жас кезінде айналасына әнші күйші жастарды жинап, өзгеше бір өнерлі топ болып ел аралады. Біржан Сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Естай, Иман Жүсіп, Құлтума сияқты ақын әншілермен бастас болып, халықтың мәдени-рухани өміріне айрықша ықпал етті. Ақан шығармаларын белгілі әншілер Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Жәнібек Карменов ел игілігіне айналдырды. Қазақстан композиторларының симфониялық және опералық шығармаларына кеңінен енгізіліп, ақан әндері екінші өмірін бастады. Серінің өмірі, тағдыры туралы Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасын, Ғабит Мүсірев Ақан сері Ақтоты драмасын, Сыдық Мұхамеджанов осы аттас операсын, Сәкен Жүнісов Ақан сері романын жазды. Серінің қанатына айналған құлагері адам қолынан мерт болуы, егде тартқан серінің өмірі мен шығармашылығында ұмытылмас оқиға болды. Осы тұстағы ән өлеңдерінің елеулісі Балқадиша. 1913 жылы Ақан өзінің туған жерінде дүние салды. Ақан сері өмірі шындығын үлкен суретшілікпен жырлаған заманның асқақ ақыны ғана емес, мұңшыл да сыршыл, әншілік орындаушылығы өнерімен танылған өзгеше дарын иесі.